Құрамына қарай менің екі түрім бар. Түбір одағайлар және күрделі одағайлар. Ал енді менің үш қызыммен танысыңыздар. Сәлем, мен үлкен қызы, үлкен одағаймын. Мен қуанышты, ренішті немесе таңғалуды жеткіземін. Алақан дейді, қарағай, қалғандай келеді, қатты үлгермеді ма? Ал мен ортаншы қыз, шақыру және жегіру одағаймын. Тойларды шақырғанда, қызы, тұңғыс сол одағаймын. Менің өте жиі қолданумен. Екінші топқа екінші ұстуға кіріп шығарамыз сіздерге. Сол әлеуметтің үлкендерін шығарамыз, иә? Мен ағайын бар, ол деп Одан кейін, не дейді? Көршілерді шығарғым келіп отыр. Мына үшінші топ көршілері болсын. Енді осы тойдың барлығын атқаратын мектептің балалар ең жақын бізден төртінші топты не деп атаған келеді? Ауылдар тобы деп атаған келеді. Олай болса балалар, мен бірінші сіздерге бас тартқым келеді. Бас тартқым келеді. Біріншілерге, екіншілерге жамбас тартқым келеді. Жамбас кәжі тартқым келеді. Үшінші топқа асық тәжі тартқым келеді. Төртінші топқа маман, сендер бар болса, сен балалар болса, сабыр баланы олай болса енді балалар, мен сендерге алдарына ас қойдым. Енді асқа не керек? Бата керек. Ал кім айтады бата? Бата кім айтады? Ал айта ғой. Бастарына береке берсін, бастарына береке берсін. Бастарына адалдық берсін, бастарына адалдық берсін. Қан қайда бас? Бата айта ғой. Осы міне жүрегіңді қабілет, иманыңды кәмілет, бастарыңыз тәмді болып, көңілдеріңіз жайнасын, сенімді болып асың, оттарыңыз майнасын. үлкендерге қошеметтеп қоямыз, иә? Жігітпін, мені төрге отырғызылған ақсақалға құда мен құдағилардың алдына қояды. Мен жамбаспын, қадірлі жігітпін, мені алыстан келген құдаға ең құрметті қонаққа тартады. Мен асық жігітпін. Мені көбіне күйеу балаға, сыйлы жас қонақтарға береді. Мен белгемермін. Мен қабырғамын. Мені Өзіміз жаңа бәріміз бері қараймыз, болды уақыт бізді. Төртінші топ бері қараймыз, үшінші топ бері қараймыз.
жақсы. Үйдің үлкен айында отырамыз. Тамаша, иә. Сапалыққа қатысты ба? Сапалық сөйлесейік. Жақсы отырыңыз. Қателесті. Бір балл береміз стоматологияға. Келесі. Тексеріп отырамыз. Тексеріп отырамыз. Көңіл күйін айтамыз. Енді тыңдаймыз. Бірінші, үшінші жоқ мәтіндегі фактілерді айтады. Екінші, төртінші жоқ көзқарасты айтады. Мен Дархан қолын тез артына жасыра қойып, әке, ол тағы да кәмпит жемек, деді Әлия. Әлия Дарханның қолына оның ең жақсы көретін тәттісін алып қоюға тырысты. Әрі кетші, Дархан қолын әке, мен бүгін
басымыз тасысын, бақытымыз ашылсын. Ағайынның арасы әрдайым жарысын. Енді жағдаяттық тапсырма.